Кеше ғана асыр салып ойнақтап жүрген менің еркетай құлыншағым үйге келіншек әкелемін дегенде адырап қалдық. Біз күйеумен ақылдасып жақын достарымыздың қызын әпергіміз келетін. Салиханың қызы сондай сүйкімді әрі мен оны болашақ келінімдей елестететінмін. Болашақ құдаларымызбен тереземіз тең, сыйымыз түзу. Олар да бізбенен құдандалы болуға қарсы емес болатын. Бар ойымыз Жанеркеде жүргенде Бегланның көзі басқаға түсіпті. Менің және әкесінің қарсылығына қарамай, өз дегенінен қайтпай тұрып алды. Баламызды қолдаған тек әжесі еді. Енем немеремді үйлендірсем арманым жоқ дейтін. Енді болса шөберемнің алақанынан май жаламай, бақилыққа аттанбаймын деп жүрді. Әкесі Бегланға сүйген қызын әкеліп таныстырғанын қалады. Мүмкін болашақ келінімізді көргенде көңіліміз орнына түсер бәлкім. Дастархан жайып баламның сүйікті асын әзірлеп қонағымызды кешікпей қарсы алдық. Көрікті, сұлу қыз екен. Атын Самал деп таныстырды. Баламнан үлкенірек көрінетін сияқты. Сияқты емес, шынымен 3 жас үлкен екен. Онымен тұрмай бір баласы бар болып шықты. Сұрастыра келе ерте тұрмысқа шыққанын, енді ғана аяғы ауырлағанда күйеуі апаттан қайтыс болып, бұл қыз 4 күніне қайта келіпті. Ішіндегі баласын алдырмай, күйеуінің қалдырған тұяғын өлтірмейін, босанған соң ата-анасына беремін деп шешіпті. Бірақ марқұм күйеуінің ата-анасы қабылдамай қуып шыққан көрінеді айтуынша. Неге екенін білмеймін, бірақ мен ол қызға сеніңкіремедім. Енем мен жұбайым сөздеріне имандай сеніп, жылы шырай танытты. Бегланыма Самалды лайық санамадым. Қабағымнан қалай түйілгенін өзім де сезбеппін. Баламның «анасым, күлімдеңізші» деген сөзінен соң ғана сәл-пәл жымия салдым. Ұзақ таныстықтан соң Беглан Самалды үйіне шығарып салуға кетті. Олар үйден шыға салысымен наразылығымды білдіре бастадым. Бейбітке бар ана келіннің келін болып жарытпайтынын айтып ашуға салындым. Көшенің салдақы қатынын қайдан ғана тауып алғанына жыным шығып, қаным қайнады. Қаншама жыл армандап, жалғыз баламнан күткен үмітім ақталмады. Самалды әпермесеңдер мен ешкімге үйленбеймін деп қатайып тұрып алды. Тек менің қарсыласқанымнан түк шықпады. Ерке баламызға ақыры сүйіп, шын қалаған келіншегін әпердік. Самал келіннің төркіні жұпыны екен. Туыстары түк көрмегендей тойда масқарамызды шығарды. Жарқыратып, міне менің құдам, әне менің құдағиым деп көкірегімді көтеріп жолдасымызбен құда боламыз деп арманымыз көзден бұлбұл ұшты. Олар да бізге қырын қабақ танытып, тапқан құдаларың тәрізді осыма дегендей мұрындарын шүйіре қарады. Баламыздың таңдауына қарсы тұра алмағанымызды айтып, достарымыздың өкпесін жаздық. Келінді түсіріп, баламыздың арманын орындадық. Балам бірақ менің арманымды орындамады. Келіннің баласын төркініне тастап кеткенін қаладық. Жас келіннің қолынан шай ішуге келген қонақтардың сын көзінен қорықтық. Жасырып жапқан ел ішіне мұндай әңгімелер майдай жағады емес пе? Келін осы уақытқа дейін баласымен ұзақ алыстап көрмепті. Баласы ішігіп қатты ауырғасын үйімізге әкеліп анасына қостық. Мен қосқандай болмайын, тағы да сол арамызға түскен енем болды. Немере келінің сөзін сөйлеп, шашбауын көтеріп шыға келеді. Самалды өзіме тарта алмадым. Келіндік міндетін тәп-тәуір атқарып жүрсе де, әр ісінен мың тағатынмын. Қолынан келмейтін тапсырма беріп, артынша қолынан түк келмейтін олақсын, солақсын деп айыптауға дайын тұрдым. Күйеуім бұл әрекетіме дұрыс қарамады. Мен Самалдың бәрін балама айтып беретіннен қорқып, сипақтап қалатынмын. Сөйтсем келінім балама жақ ашпайды екен. Реніші мен өкпесін тез-ақ ұмытып, апалап алдынан күлімдеп шыға келетін. Базар аралап, үйге азық-түлік алып жүрдім. Сөмкелеріммен алысып әбіржіп жүргенде Салиханы көріп қалдым. Әдеттегідей әдемі киімді алған. Байқамаған сынып, жаннан тез өте шыққым келген. Қайдағы, мені манадан бері бағып тұрыпты. Әй, Феруза, қалайсың? Байқаймын, күйің жоқ сияқты ма? Қалай? Сәлем, Салиха, жағдайым қалай достым-ау? Балаларды өпірімдеп әуремелейін деп өзім саудаға шыққан тұрын ғой. Иә, көріп тұрмын. Келіннің мықтысы шыққан-ау.
енесін базарға жүгіртіп өзі жылы үйде отырса. Жоқ, Салихажан, олай демегін. Самал келін енеме қарап қалды. Ол үлкен кісінің жағдайын жасамасақ болмайтынын білесің ғой. Дұрыс қой. Бәлкім менің қызымды алғанда бәрі басқаша болып, үлде мен бүлдеге оранып отырар ма ең? Жүрсің мынау енді қара суықта қақиып жүрсің. Саған жаным ашып тұр. Салиха, несін айтасың? Мен сенің қызыңды алғым келмеді дейсің ба? Үй ішімізбен Жанеркені жақсы көрдік. Бегланымыздың ойы болмаса, байлап үйлендіре алмаймыз ғой. Байлап үйлендірмесең де басын айналдырып қосуға болар еді. Байқұс қызымның көз жасы көл болып тамақ ішуден қалды. Екі сөзінің бірі беглан. Мен не істеймін? Жүрегім қарс айырылып, ішім күйіп барады. Қызыңа басу айтудың орнына неге астына көпшік қойып жатсың? Бұл тағдырдың ісі. Феруза, ашығын айтайын, сөздің шыны, тоқ етері, баланың басын босат. Қызығы басылған болар, енді үйіне жібер келініңді. Қызымды аяңдаршы ең болмаса. Мен ойланайын, Салиха, балалардан обал болмас па екен? Еш нәрсе деп уәде бере алмай тұрғаным, сау бол дедім де алды-артыма қарамай жүре жөнелдім. Үйге келсем, Самал алдынан күле қарсы алып, заттарын да алып жатты. Артынан баласы шауып келіп, еркелеп қояды. Саяттың құйрығынан білдіртпей шымшып алдым. Көздері ботақандай бозарып, кішкене жылап жіберді. Анасы қарайлап аяғына оранып тұра қалды. Самал не болғанын білмей, баласын бауырына басып, жұбата бастады. Екеуіне қарап тұрып көзінен жас ыршып түсті. Аллай, не деген қатыгез едім. Анашым, апам мені ұрды деп өксіп жылаған баласына Самал да қосыла жылады. Мен көздерінің жасын дереу сүртіп бөлмеме кіріп кеттім. Неге олай жасағанымды өзім де білмей қалдым. Жетім көрсең жебей жүр деген дана халқымның сөзі әдірем қалдай сонда. Жәутен деген жетімге жақсылық жасаудың орнына жанын көзіне көрсеттім. О байқұстың не кінәсі бар еді? Періште бүлдіршін емес пе? Көкірегімде тастай қатқан менменшілдік осыншама бос кеуде еткені ме? Мен өзім кім екенімді соншама. Күні кеше ғана мас күнем әкемнен зорлық-зомбылық көріп, анамның итшілеп тапқан қара нанына қанағат қылып өскен бейшара қыз едім ғой. Бауырларымды ойлап, түн ұзақ жастығымды құшақтап, амандығын тілеп, аяқтанып кеткенін Құдайымнан тілеп жатып ұйқыға кеткен кездерімше. Күйеуінің мені еш нәрсеге қарамай сүйгенін қайтем. Әр ісіме қолдау көрсетіп төркініме жасаған жақсылығы ше. Енемнің өз қызындай көріп бауырына басқанын немен өте аламын? Жалғыз басты әйел болса да, баласын менен қызғанбай, осы уақытқа шейін шай деп көрмеген маған Алланың берген сыйы мен бақыты емес пе? Кеудеме қай кезде нан пісіп үлгерген, мен қай кезде адамгершіліктен ада болғам, аяғыма жылы суын малып, қабағыма қарап өбектеп жүрген келіннің менен қай жері артық? Ол да бір мен сияқты жастайынан қиындық көрген бейшара қыз еді ғой деп өзімді тоқтата алмай жылап жатқанымда есігімді біреу тақылдатты. Жасымды сүртіп үлгермейінше Самал келіннің бөлмеме кіріп келіп, кешірім өтініп, бұл үйден кететінін айтып шығып кетті. Есімді әрең жинадым. Жүгіріп келіннің соңынан барып, қолынан қысып, қатты құшақтап маңдайынан сүйдім. Баламды бақытынан айырғаным дұрыс емес екенін кеш те болса ұғынып, әкесінен ерте айырылған баласын бауырыма бастым. Бізді сыртымыздан бақылап, ене маған қарап арқамнан қақты. Ақылының қашан кіретінін сабырмен күткен екен. Әйелдердің бірін-бірі түсінісуі деген осы болар бәлкім. Үшеуміз де ұзақ жылап, бір-бірімізді жібергіміз келмеді. Анашым, кешірші деген келінінің сөзі одан ары бетер елжіретіп жіберді. Балам кешкісін үйге келгенде бүтін бір отбасы ретінде бақытқа бөлендік.